Кешкі асқа ыстық тағам қуырдақ дайындаймыз. Кейбіреулер бұны жаркое деп атайды. Қызып тұрған майымызға етімізді саламыз. Жақсылап қуырып алғаннан кейін үстіне болгарский бұрышпен жуаны саламыз. Содан соң сәбізімізді салып, тағы да жақсылап қуырып аламыз. Дәміне қарай тұзымызды саламыз. Және де қызанақ пастамызды қосамыз. Жақсылап араластырып, қуырылғаннан кейін ыстық суымызды құямыз. Бұл жерде мен суды көз мөлшерімен аз ғана құйдым. Суымыз қайнағаннан кейін картошкамызды салып, 20 минут бұқтырып қоямыз. Жасаған тағамымыз дайын болды. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет.